бір жылдың ішіндегі болып жатқан жаңалығыңыз, ең бастысы сол ана атандыңыз. Ой, басқа стервалар тез туады деді. Мен күйеуім финики жеп алдым, сосын ананас жедім. И менде шынымен де схватка басталды. Мен қорқамын деп сөйтіп айтты. Мен сосын айттым, мен ше дедім. Яғни сол сіздің ұзатудағы түсірілген видеоны бірінші сіз емес салған. Мен емес, Өйткені мен Жазира Байырбекованың парақшасына жазылған, өте жақсы араласамыз. Жоқ, ол кісі өзі өшіріп тастаған жоқ. Бұл жерде менің күйеуімнің, бірақ мен күйеуім айтатын, вот, енді сен танымалсың, сен жұлдызсың. Сіздің жолдасыңыз, яғни сізге ешқандай шектеу тойдан кейін қазірдің өзінде қоймайды. Сыртқы келбетіңізге қатысты, образыңызға қатысты. Негізі мен күйеуімде бір танымал болғанды жақсы көретін сияқты ішінен. Мен оны былай байқаймын. Мен енді мүлдем сене алған жоқпын. Менде шоковое состояние болды. Не қуанарымды, не жыларымды білген жоқпын, шынымды айтсам. Сіз өткенде берген сұхбатыңызда енеңізбен аса бір қатты жақын емеспіз, араласпаймыз, мені қабылдай қоймады деп айтқан болатынсыз. Енді қазір немересі дүниеге келді. Ол кісінің сізге деген көзқарасы осы уақыт аралығында өзгерді ме? Ол кісі әлі немересін көрген жоқ. Мүлдем, өйткені